Друзья, есть же в нашей стране вот такие вот люди. Какая разница, на каком языке общаться? Главное, друг друга, чтобы понимали. Ты что говоришь со мной на казахском? Мой родной язык русский, поэтому говори со мной на русском языке. Ты что, на. Вот такие вот люди, друзья. Знаете, как в Дубае себя ведут? Oh, excuse me, mister. I'm sorry. Where is washroom? Oh, thank you very much. Uh, I'll never forget you, mister. Thank you. My name is Vitaly. I'm from Kazakhstan. Nice to meet you. Прикинь, я тебе отвечаю. И я на них смотрю и угораю так, бля, а где вот эта ваша корона? Говорит она на русском. Где? А знаете, почему они здесь так не делают? Потому что их русский язык нафиг нигде не нужен, честное слово. Вот я в этом который раз уже убеждаюсь. И теперь я хочу задать вопрос. Құрметті Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, сіздер бізге не үшін ешкімге керек емес орыс тілін бала күнімізден оқығансыздар? Не үшін оқыттыңыздар? Оны ешкімге керек емес екен ғой, шетелге шығып біліп жатыр қозма. Мына түрік тілдес елдерге баратын болсақ, біз қазақша сөйлейміз, олар бізді түсінеді. Олар өз тілінде сөйлейді, біз оларды түсінеміз. Дамыған елдер, мынау араб әмірліктері, Қытай, Европа, ақш-қа шықсақ, бізбен ешкім орысша сөйлеспейді. Барлығы бізден кәдімгі ағылшын тілін талап етеді. Біз неге өзіміздің елімізде орыс тілін оқып жүрміз? Не мақсатпен? Ресейге барғанда қиналмай сөйлеу үшін ба? Қой, Ресейге бармай-ақ қойдың, сөздің ашығы. Бұл бірінші жағдай. Енді менің сіздерге ұсынысым, құрметті білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен сіздерден өтініп сұраймын. Егер де еліміздің, жастарымыздың, өскелең ұрпақтың болашағын ойлайтын болсақ, бізге ең біріншіден өзіміздің ана тіліміз, мемлекеттік тіліміз қазақ тілді дамыту керек. Одан кейін қазақ тілдің жанына бір аптасына 4 күн ба 3 күн ба өтетіндей қылып ағылшын тілін қосу керек. 3 күн өтіп жүр ғой, 4-5 күн өтетіндей қылып ағылшын тілін қосу керекпіз. Қазақ тілі аптасына 6 рет, ағылшын тілі 4-5 рет деген сияқты, Себебі дамыған елдің бәрі ағылшынша сөйлейді, орысша ешкімге керек емес. Құрметті білім және ғылым министрлігі, менің мысалға анам Совет өкіметінің адамы, Совет өкіметінде туылып өскен. Мына жерде мылқау болып қалды, сөйлей алмайды. Маған келеді, балам, ананы айтшы, балам, мынаны айтшы, балам, үйтші, бүйтші деп мысалға. Себебі өкінішке орай біздің еліміздің барлығының деймін біразының ағылшыншасы go to the blackboardтан аспайды, сөздің ашығы. Әйтеуір мен мектепте оқығаным бар, керемет білем демеймін, бірақ сонда да әйтеуір бірдеңе бар. Сондықтан құрметті білім және ғылым министрлігі, сіздерден өтініш, үлкен өтініш. Ағылшын тілі мен мемлекеттік тіл дамытайық. Орысша керек емес екен. Оны мен ұқтым. Аман болайық, болашағымызды ойлайық, ағалар.